Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 2-3 жастағы қыздарға арналған повязка тоқып үйренеміз. Сабағымызды бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Өте оңай әрі жеңіл тоқылып, узоры осындай әдемі, ерекше болып шығады. Біздің жұмысымызға жіп, 6 мм спицы және қайшы керек. Ең алдымен 18 ілмек тоқып аламыз. Тоқыманы енді үйреніп жатқан қыздар болса, менің алдыңғы видеоларымнан 0-ден бастап спицамен тоқу сабағын мұқият қарап, тоқыманы жақсылап үйреніп, кейін осы повязканы тоқып үйренсеңіздер болады. Бұл повязка өте оңай әрі жеңіл тоқылады. Міне қараңыздар, 18 ілмек тоқыдық. Енді келесі қатардан бастап, қатардың соңына дейін бір оң, бір теріс ілмек тоқып шығамыз. Бірінші ілмекті осылай екінші инемізге ілдіріп алып, келесі қатардан бастап узорымызды бастаймыз. Бір оң, бір теріс ілмек тоқимыз. Міне бізде бірінші қатар аяқталды. Енді келесі қатардан бастап, қатардың соңына дейін тек оң ілмек тоқимыз. Міне бізде екінші қатар аяқталды. Келесі үшінші қатардан бастап, бірінші қатардағыдай бір оң, бір теріс ілмек тоқимыз. Міне біздің үшінші қатарымыз аяқталды. Енді төртінші қатардың соңына дейін тек оң ілмекпен тоқимыз. Қараңыздар, узоры жайлап көріне бастады. Енді 48 сантиметрге дейін бір қатарын тек оң ілмекпен, келесі қатарын бір оң, бір теріс ілмекпен тоқып шығамыз. Осылай болып шығу керек узоры. Мынау бізде ішкі беті болады. Қараңыздар, осылай 48 сантиметрге дейін тоқу керек. Міне қараңыздар, 48 сантиметр тоқып болдым. Енді тоқымамызды жабамыз.
тоқыманы жауып болғаннан кейін повязканың басын тігуге осылай артық жіп қалдырамыз. Қараңыздар. Жібімізді үлкен көзі бар инеге өткіземіз осылай. Енді оң бетін өзімізге қаратып, екі жағын бүктеп, әр ілмекті қалдырмай бір-біріне қосамыз да видеодағыдай тігеміз. Міне қараңыздар, тігіп болдық. Енді оң бетіне қарай аударамыз. Міне біздің повязкамыз дайын. Енді өз қалауларыңызбен әдемілеп безендірсеңіздер болады. Безендірмей-ақ жай осылай тақсаңыздар да болады. Мен осындай ромашка гүлін тігемін. Менің алдыңғы видеомнан осы ромашка гүлінің мастер-классын қарап тоқсаңыздар болады. Өте оңай, жеңіл тоқылатын гүл. Міне біздің повязкамыз дайын, өте әдемі, ерекше болып шығады осылай. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.